Сәлем достар, бүгін бізде 4 логикалық сұрақтар. Видеоны көрмес бұрын лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы. Номер 1 сұрақ. София кездескен адамның бәрін өлтіреді. Bir күні ол Арманмен кездесті. Олар киноға, саябаққа барған соң Софияның үйіне келді. Ол Арманды сүйіп алды. Таңертең Арман өлі еді. Ол қалай өлді? Дұрыс жауабы: ерін далабында у бар еді. Номер 2 сұрақ. Қайықпен 5 дос серуендеуге шыққан болатын. Олардың аттары Арман, Серік, Берік, Ерік, Гарри еді. Түнге таман қиын жағдайға тап болды және телефон арқылы байланысқа түсе алмады. Кенет Берік бір аралды көрді. Олар аралға келген соң екіге бөлініп қарамақшы болды. Bir күннен соң олар бір жерге жиналды, бірақ Гарри өлі жатыр екен. 4 адам не істегендерін айтты. Арман мен жылан ауладым деді. Ал Серік болса от жақтым деп айтты. Берік әйеліне хабарлама жаздым деді. Ал Ерік балық ауладым деді. Кім Гарриді өлтірді? Дұрыс жауабы: Берік, себебі интернет желісі жоқ еді. Номер 3 сұрақ. Алдыңызда логикалық есеп берілген. 8-ді 11-ге қосқанда қанша шығады? Дұрыс жауабы: 1-ге 4-ті қоссақ 5, 2-ге 5-ті қоссақ 7. Енді 7-ге 5-ті қоссамыз, сонда 12 шығады. Осылай істесек 8-ге 11-ді қоссақ 40 шығады. Номер 4 сұрақ. Анна мен Маша екеуі орманға қыдыруға шыққан болатын. Кенет жаңбыр жауды. Олар бұзылған үйге келді. Жаңбыр біткен соң екеуі 2-ге бөлініп жеміс іздеді. Анна сиқырлы алма бауына тап болды. Ол алманы жегенде ағашқа айланып кетті. Біраз уақыттан соң Маша сол жерге келді. Оған сиқырлы күш досының ағашқа айланып кеткенін айтты. Егер де сол ағашты тапсаң, досымды адамға айландырамын деді. Қалай табуға болады? Дұрыс жауабы: құрғақ ағашты іздеу керек, себебі қалған ағаштар су. Видеоның соңына да келіп қалдық. Егер видеоны лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер.